сәлеметсіздер 5 сынып оқушылары. Бұл сабақта біз сіздермен English Class 5 workbook unit 6 word of work атты тарау бойынша ең бірінші сабақ Verbs learning атты сабақтағы жаттығулардың жасалу жолымен жауаптармен таныс боламыз. Page 42. 42-ші бет. Сабақты бастамас бұрын басқа да пайдалы сабақтарды жіберіп алмау үшін осы каналға тіркеліп, егер сабақ пайдалы болса, видеоға лайк басып, достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Now let's begin our lesson. Сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабақта Exercise 1. Find 10 more words. Мына берілген сөз жұмбақтан оннан аса етістік табуымыз қажет. Және де, мысалы, мен бұл жерге міне 10 етістік тауып қойдым. Бұл қандай етістіктер? The first, listen. Listen, watch, study, revise, copy, understand. Understand дегеніміз түсіну деген сөз. Practice, use, ask, and the last one, go. Осылай белгілеп шығасыздар. Мына сөздерді бос орындарға жазасыздар, және де сөз жұмбақтың ішінен сөздердің бәрін белгілеп шығасыздар. Қазір өшіре салайын. Next, exercise 2. Complete the sentences with the words and the phrases in the box. Мына төмендегі берілген сөйлемдерді суреттерге қарап отырып, мағынасына сәйкес мына жоғарыдағы берілген сөздер немесе сөз тіркестерімен толықтыр дейді. Let's complete. The first, for example, I study a lot at home. Мен үйде көп оқимын. The first, I don't copy my friends' work in class. Мен сыныпта достарымның жұмысын көшірмеймін. The second, I do my homework every evening. Күніге кешке үй жұмысымды орындаймын. The third, I go to classes outside school. Мен сыртта қосымша сабақтарға барамын дейді. Бұл бізде perfect Paul, yes, бұл баланың аты Paul екен. Next, terrible Tammy. Tammy не дейді бізде? I don't ask questions in class. Мен сыныпта сұрақ қоймаймын. The fifth, I listen to music when I study. Мен сабақ оқып отырғанда музыка тыңдаймын. The sixth, I don't revise before a test. Яғни тесттің алдында мен ештеңе қайталамаймын. I never use a dictionary. Мен ешқашан сөздік қолданбаймын дейді. Сонымен бұл екі баланың әдеттерінен қандай айырмашылық көруге болады, балалар? Өздеріңіз түсініп отырған шығарсыздар. Next, exercise 3. Complete the text with the words in the box. Жоғарыдағы берілген етістіктермен төмендегі берілген қысқа мәтін толықтыруымыз қажет. My studying habits. Менің сабақ оқудағы әдеттерім деп Ивананың жазған несі екен? Эссесі. I do my homework every evening. Мен күніге кешке үй жұмысын орындаймын. I've got a desk in my bedroom. And I always study there. Менің жатын бөлмемде парта бар, сонымен мен әрқашан сол жерде сабағымды оқимын. We have tests every week at school and I always revise for them. Бізде әр апта сайын, яғни тест жұмыстарын тапсырамыз мектепте, сондықтан мен әрқашан қайталап жүремін. I often listen to music, but not noisy music. Мен жиі музыка тыңдаймын, бірақ шулы музыка емес. My parents are usually at home in the evening, and I ask them questions when I have a problem. Менің ата-анам әдетте кеште үйде болады, және де мен белгілі бір мәселемен жаңағы сұрақтар туындаса, сол кісілерден сұраймын дейді. I like languages. Маған тіл ұнайды. I sometimes watch TV in English, but I don't always understand.
Мен кейде теледидардан ағылшын тілінде жаңағы бағдарламалар көремін, бірақ әрқашан түсіне бермеймін. My parents have got a friend from London, her name's Catherine. Менің ата-анамның Лондонда досы бар, оның аты Катерина. She's very nice and I practice my English with her every week. Ол өте жақсы, сонымен мен апта сайын сонымен ағылшын тілімді жаттықтырамын дейді. Осымен біз 42-ші беттегі жаттығулар жасау жолымен жауаптармен таныс болдық. Келесі сабақта кездескенше goodbye.